Құрметті әріптестер, Қазақстан тарихы пәні бойынша сабақта қолдануға болатын жасанды интеллект құралдары. 6 сынып 3 тоқсан сабақтың тақырыбы қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы. Оқу мақсаты қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерді анықтау және қазақ этнонимінің мағынасын түсіндіру. Google қосымшасы арқылы ChatGPT-ға кіреміз. Біріншіден ойынды жазу үшін бізге vibe кодинг құрастыру керек. Vibe кодингті ChatGPT арқылы құрастырып аламыз. Мысалға, қазір біз сіздермен сөздерді тап ойынын жасайтын боламыз. Ол үшін мен сол ойынның сипаттамасын ChatGPT-ге жазамын. Мысалға, тарихи дизайн мен сөздерді тап ойыны, этнос, этноним, этногенез, антропология, халық, қазақ сөздерін табу керек. Сөздер тек тік және көлденең орналасқан, артық әріптер көп, барлық сөздерді табу үшін 3 минут берілсін деген сипаттама жазамын да, сонда vibe кодинг құрастырып бер деп сұрау жіберемін. Нәтижесінде ChatGPT жасанды интеллекті бізге HTML файл түрінде сақтайтын vibe кодинг нақты сөздерді табу ойынның кодын жасап берді. Енді оны сақтау үшін біріншіден 3-4 минут күтеміз. Код толық жазылғаннан кейін бізде оң жақтың жоғарғы жағында код тұрады және предварительный просмотр тұрады. Предварительный просмотрды ашсаңыз, біздің ойынымыздың түрі көрінеді. Мысалы, этнос деген сөзді біз таптық. Жасыл түспен боялған, ол дұрыс табылған деген сөз. Уақыты міне 3 минут берілген. Енді бұны сақтау үшін скачать файл кода деп жазамыз да, сонда бізде компьютерімізге уже ойын сақталды. Мінеке қазақ деп басамыз, қазақ сөзін таптық.